Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Кезекті шығарылым Ауғанстан жайлы. Бүгін 31 тамыз келісім бойынша ақш әскерлері Ауғанстаннан толық шығуы тиіс. Осы жөнінде жалпы алдағы уақытта қандай оқиғалар өрбуі мүмкін? Саясаттанушы Асхат Қасенғалимен тағы бір кішігірім әңгіме. Ассалаумағалейкум, Асхат. Ассалаумағалейкум, Есен аға. Қалдарыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Сонымен ақш Ауғанстаннан кетті ғой толық. ақш кетті, араға 19 жыл салып, 19 жыл 10 ай 25 күн деп қазір айтып жатыр. Дәл осындай уақыт аралығында Америка Құрама Штаттары Ауғанстанда өзінің әскери операциясын жүргізген. Бұл енді Америка Құрама Штаттарының тарихындағы ең ұзаққа созылған соғыс болды, әскери операция. Сол операцияны аяқтап, Америка Құрама Штаттары бүгін Ауғанстаннан толыққанды өзінің әскерін шығарды. Ең соңғы әскері, ең соңғы ұшаққа отырып, кеше 30 тамыз күні түнгі сағат 23:59-да, яғни 31 тамызға 1 минут қалған уақытта Кабул әуежайынан ұшып кетті. Сол арқылы бір үлкен Ауғанстан атты Америка Құрама Штаттары үшін жаңағы бір әскери бөлім, тарихи бөлім жабылды деп айтсақ болады. Америка Құрама Штаттары бұл елден кетті. Жалпы бір қызығы, осы уақытқа дейін өздеріңіз білесіздер, жаңа Талибанның қолына Ауғанстан толық өткеннен кейін, толық өткенде 34 провинцияның 33-і өтті, білесіздер. Сол 33 провинцияны басып алғаннан кейін Америка Құрама Штаттары эвакуация жаңағы деңгейін бастаған болатын, эвакуация жұмыстарын. Бір қызығы, 122 мың азаматты 2 аптаның ішінде алып шыққан екен. Бұл дегеніміз, ұшақ арқылы 122 мың азаматты алып шығу, бәлкім оны сынап жатыр, қазір кейбіреуі жаңағы сөгіп жатыр Кабул әуежайында болған оқиғаларға қарап, бірақ соның өзіне қарамастан бұл өте бір жоғары деңгейдегі іске асырылған операция ретінде саналады дейді. Яғни, енді бұл кемемен емес, жаңағы тас жол арқылы, жердегі құрлық жолы арқылы емес, әуе жолы арқылы осынша азаматты шығару, ол да бір үлкен жұмыс деп атап жатыр. Сондықтан қысқаша айтқанда Америка Құрама Штаттары осындай бір нүктесін қойып, Ауғанстаннан толыққанды кетті қазір. Қазір әуежайды кім бақылауда? Қазір Америка Құрама Штаттары кеткеннен кейін, кеше түнде Кабул әуежайына Талибанның жасақтары кірді. Талибан жасақтарының қолында қазір әуежай толыққанды. Бұған дейін айтылған болатын, яғни әуежайда Түркияның жаңағы әскерилері қалып, соны ары қарай дамытуға қатысты, сол әуежайдың жұмысын ары жүргізуге қатысты жаңағы келіссөздер жүреді деп. Бірақ әзірге ол келіссөздер тек қана осы сөз жүзінде қалып отыр. Ал Түркияда өзіміз білеміз, толыққанды әскерін осы Ауғанстан алып кеткен болатын. Сондықтан қазір Кабул әуежайы толыққанды талибтердің қолында. Атап айтқанда, Талибанның өздеріңіз білетіндей арнайы жасағы бар, Бадри 313 деп аталады. Дәл осы жасақтың қолында. Енді бұл әуежайға қазір ұшып келіп қонып жатқан ешқандай ұшақ жоқ, ешқандай тікұшақ жоқ. Неге? Себебі Талибан әуежайды басқару, ұшақтарды қондыру және оларды ұшырып шығаруға қатысты ешқандай тәжірибесі жоқ. Және Кабул әуежайына қазір қауіпсіздік шаралары мақсатында да басқа бір мемлекеттен ұшып келетін ұшақтардың болмауы заңдылық. Сондықтан әуежайдың бақылауы Талибанға өткен, бірақ әуежайдың жұмысы тоқтап тұр. Жақсы, түсінікті. Енді күні кеше бір ақпараттар көрдік. Талибан Өзбекстаннан сол Ауғанстанның ұшақтарын, ұшқыштарын қайтып беруін сұрауда деп. Бұл жөнінде Өзбекстан билігінің қандай нақты жауабы бар? Өзбекстан билігі мен Талибанның арасында байланыс бар, оны жоққа шығаруға болмайды. Бұл Талибан жаңағы Ауғанстанды басып алғанға дейін орнатылған байланыс. 2019 жылдан бастап Ташкентке бірнеше мәрте Талибтің жаңағы басшылары, сол ұйымның құрамындағы шенеуніктер келіп кездесіп, өзара Ташкент пен Талибанның арасында келіссөздер жүріп өтті. Енді қазір Ауғанстан тұтас жаулап алғаннан кейін жаңағы өзара келісімдерге сәйкес Талибан қазір талап етуде. Талаптары қандай? Талап мынандай. Өзбекстанға өтіп кеткен
бұрынғы Ауғанстан билігіне бағынышты ұшқыштарды қайтару, бұл бірінші талап. Олардың саны аз емес. Нақтылап айтқан кезде 22 ұшақ, 24 тікұшақпен осы Өзбекстанның аумағына өтіп кеткен болатын. Жиынтығы 46 ұшу аппаратымен, 46 ұшақ және тікұшақпен өтіп кетті. Олардың құрамында ұшқыштардан бөлек жаңа ұшқыштардың отбасылары бар, яғни барлық жиынтығы 600-ге жуық азамат. Осы азаматтар бізге қайтарыңдар деген талап қойып отыр Талибан. Неге ондай талап қойып отыр? Себебі дәл осы Талибанның 19 жыл ішіндегі соғыстағы, 20 жыл соғыстағы шығындарының басым көпшілігі, яғни қаза тапқан жауынгерлердің 80% осы ұшқыштардың шабуылынан қаза тапқан. Сондықтан Талибан үшін ұшқыштар ол нөмір бірінші жау деп атасақ болады. Ауғанстан билігінде нөмір бірінші жау ол ұшқыштар болды. Оларды қайтарған жағдайда біз білеміз олардың жағдайы қандай болатынын. Оларды сөзсіз енді басынан сипамайды. Сондықтан кемі оларды өлім жазасы күтіп. Бұл бір. Екінші жағдай, бұл жаңағы екінші талаптары ол ұшқыштардан бөлек жаңағы тікұшақтар мен ұшақтарды қайтаруға қатысты болып отыр. Енді менің ойымша қазір Ташкент осы жағдайда екі ұдай ойда қалды. Неге? Себебі біріншіден былай тартса өгіз өледі, былай тартса арба сынады деген сияқты жағдайда қалып отыр екі оттың ортасында. Неге? Біріншіден, егер де ол Талибанның талабын орындамайтын болса, онда Талибанның жауабы қандай болады? Әрине, Талибан Өзбекстанға тікелей қазіргі таңда соғыс аша алмайды, орталық Азияға басып кіре алмайды. Ол ақымаққа да түсінікті дүние, бірақ Талибанның басқандай қысым көрсету рычаг түрлері бар. Мүмкін ол Өзбекстанның құрамында жатқан спящие ячейки дейді ғой, яғни идудың, ислам Өзбекстан қозғалысының жанданып кетуіне мүмкін септігін тигізуі мүмкін, террорлық актілер арқылы жаңағы бір-екі қысым жасау мүмкін, немесе басқа деген сияқты. Мұндайдан Ташкент әрине сескенеді, және Талибанмен қарым-қатынасының ушығып кетуінен, осындай бір деңгейге жетуінен сескенеді. Бұл бір. Ал екінші жағдай, егер де Талибанға ұшқыштар мен ұшақты беріп жіберетін болса, онда әлемдік қауымдастықтың алдында Өзбекстанның беделі мен имиджі қандай болмақ? Әсіресе Америка Құрама Штаттарының алдында. Сондықтан Ташкент бірде мұндай ұсыныс талап Талибан тарапынан түскен кезде Вашингтонға хабарласты, және Вашингтонға хабарласып ұшқыштарды басқа үшінші мемлекетке өткізіп жіберу жағын қарастыруын сұрады. Қазір енді бұған қатысты Вашингтон әлі нақты жауап берген жоқ. Сондықтан менің ойымша бұл жерде шешімді Ташкент емес, Вашингтон қабылдайтын болады. Яғни Ақ үй қабылдайды. Ақ үй егер де ұшқыштарды басқа мемлекетке өткізіп жіберу мүмкін, ал ұшақ пен тікұшақтардың жаңағы тағдырында сол Ақ үй шешеді деген ойдамын. Сосын бір соңғы жаңалық, ешкім күтпеді, Панжшер аймағында Масудчахтың баласы шығып, ауған әскерлерінің және жалпы Талибанға қарсы кішігірім қарсылық танытуда бір-екі рет соғыс болып та үлгерді. Жалпы бұл қаншалықты ұзаққа барады, және бұл Масудчахқа қай ел көмектесуі мүмкін, және бұлар көмек сұрап жатыр ма қазіргі жағдайда? Өте орынды сұрақ, себебі дәл осы Масудтың жаңағы қарсылығының нәтижесінде Ауғанстанда бір Талибанның билігі әлі толыққанды орнаған жоқ. 34 провинцияның ішінде 33-інде қазір әкімдерін, өздерінің басшыларын тағайындап үлгерді, тек Панжшерге ғана тағайындаған жоқ. Оның себебі де жаңа түсінікті, өзіңіз сұрағыңызда айтып өткенде қарсылық бар. Біріншіден, бұл Панжшер аймағын өзіміз білеміз, кезінде кеңес үкіметі де толыққанды ала алмаған, ал ол кеңес үкіметінен кейін келген Талибан билігі де дәл осы Панжшерді ала алмады, себебі онда әйгілі Ахмад Шах Масуд жасақтары тұрды, кеңес үкіметіне қарсы соғысты, артынша Талибанға қарсы соғысты. Ал 2001 жылдан бастап олар коалициялық күштерге қосылмады, бірақ Талибандарға қарсы соғыста нейтралды позиция ұстанған болатын, арасында кішігірім атыс шабыстарды қоспаған кезде. Қазір енді дәл осы аймақ қайтадан қарсылықтың негізіне айналды. Оның басында тұрған ол Ахмад Шах Масудтың ұлы Ахмад Масуд, бұл бірінші ұлы, бірінші көсем осы Масуд болып отыр, екіншісі ол вице-президент Салех, яғни бұрынғы үкіметтің беделді екінші азаматы болған азамат осы Салех, және үшіншісі ол әртүрлі деңгейдегі Талибан билігін мойындамайтын дала командирлерінің ұрпақтары, бала-шағалары, жаңағы жасақтары. Дәл осынша азаматтардың барлығы бірігіп, қазір қарсылық күштерінің саны шамамен 8 сызықша 10 мыңның арасында, яғни 10 мыңға жуық азамат
қарсылық күштерінің негізін құрайды. Бір қызығы Панжшер аймағы бұл моноэтникалық аймақ екенін ескеруіміз керек. Яғни бұл жерде көптеген ұлттар емес, 98%-ға дейін, 95-98%-ға дейін тұратынды, тәжіктер. Сондықтан бұл жерде біз басым көпшілігін, тіпті кейбіреулер этникалық негізде де сипаттап жатады, яғни тәжік пуштун қақтығысы болып жатыр деген сияқты. Енді біріншіден, менің ойымша сыртқы күштер Масуд жасақтарының толыққанды талқандалуына жол бермейді. Бірақ әрине Масудтың қазіргі таңдағы күшіне қарап, оның санына қарап, әскери әлеуетіне қарап, оның Талибанды жеңеді дегенге сенім аз. Бірақ Панжшер аймағына Талибанды кіргізбеуге мүмкіндігі бар. Біріншіден, аймақтың өзі қорғануға өте ыңғайлы. Екіншіден, бұл жерде қарсылықтың нышаны шынымен де өте жоғары деңгейде. Менің ойымша бұл жерде енді астыртын деңгейде бұларды қолдауға бір қиындық туындататыны бұл қарсылық аймағының Ауғанстанның қақ ортасында орналасуы. Егер ол шекаралық аймақта тұрған кезде Панжшер басқа мемлекеттердің сырттан беретін көмегі мүмкін елеулі болатын еді. Бірақ ол қазіргі таңда Ауғанстанның қақ ортасында тұрғандықтан оған көмекті тек қана әуе күштері арқылы жеткізуге болады, ұшақтар және тікұшақтар арқылы. Қазіргі уақытта оған нақты бір мысал жоқ, яғни ондай көмектер болып жатқанына мысал жоқ. Сондықтан қазір ол қарсылық күштері тек қана соған Масудқа барып қосылған бұрынғы Ауғанстан билігінің әскерінің деңгейінде ғана жүріп жатыр. Бірақ енді неге ол Масудтың жасақтарының толыққанды талқандалуына сыртқы кейбір күштердің рұқсат бермеуі мүмкін? Себебі Талибан билігі толыққанды орнайтын болса, онда ол сыртқы күштердің ұсынған шарттары бойынша емес, өзінің шарттары бойынша ойын ережелерін жүргізуі мүмкін. Сондықтан арасында жанды жерінен басып қою үшін Талибанның дәл осындай бір аймақтарында болып тұруын кейбір сыртқы күштер қалауы мүмкін. Мысалы, Үндістан. Неге? Себебі Ауғанстанның толыққан Талибанның қолына өтуі кейбір сарапшылар айтып жатыр, бұл екінші Пакистанның пайда болуы деп. Яғни Пакистан ол Үндістанға бұрыннан қас мемлекет, яғни екеуінің арасында жауластық бар, 3 мәрте соғысып та үлгерді. Сондықтан Үндістан қазір Кашмирдегі лаңкестік қақтығыстар, шекаралық соғыстар қайтадан жанданып кетуін қаламайды, және олар ашықтан ашық айтып отыр, егер Талибан билігі толыққанды орнайтын болса, онда Пәкістан талибтерді қолдану арқылы Кашмирде қайтадан соғыс бастауы мүмкін деп. Сондықтан астыртын деңгейде мүмкін Масудтың жасақтарына сол Үндістан сияқты мемлекеттердің көмек көрсетуіне бір сеп болатын шығар. Бірақ оған мүмкіндік өте аз. Жаңа айтып өткенде әуе күштері арқылы ғана көмектесуге болады. Қазір енді Масуд, ең соңғы сұрағыңызға келетін болсақ, Ахмад Масуд сырттан көмек сұрап жатыр. Ол әсіресе Европа қауымдастығынан және Америка құрама штаттарынан көмек қандай деңгейде? Әрине ол қару беру мәселесіне қатысты. Яғни бізге жақсы заманауи қару беріңіздер. Біздің жинаған қаруымыз ұзақ қарсыласуға жетпейді, ұзақ соғысуға жетпейді деген мәселені алға қоюда. Бірақ батыстың қазірден ақ белгілі көмек бермейтіні, көмекті олар тырнақшаның ішінде айтқан кезде жұбату сөздері арқылы ғана беріп отыр. Яғни біз бұл ауған халқының мұндай шешімін қолдаймыз, демократияға ұмтылысын жақтаймыз деген сынды әдемі бір жылы сөздермен ғана қолдап отыр. Бірақ нақты қадам жасамайтыны қазірден ақ белгілі. Жақсы, түсінікті. Енді қазіргі таңда Орталық Азия түсінікті, Қытаймен кішігірім келіссөздер бар. Басқа көршілермен қандай қарым-қатынаста талибандар? Пакистанмен, Иранмен. Енді кезінде осы Пакистаннан шыққан деген енді ақпарат бар, оны өзің жақсы білесіз. Жалпы Пакистанмен осы талибанның арасындағы қызық осы қарым-қатынас қай деңгейде? Пакистан мен Талибанның арасындағы қарым-қатынас ресми түрде әрине Пакистан үкіметі оған еш қатысымы жоқ деп мәлімдейді, бірақ бейресми тұрғыдан алған кезде екеуінің арасындағы байланыс өте жоғары деңгейде. Тіпті нақтылап айтатын болсақ, Ауғанстандағы нақты Талибанның саны қазірдің өзінде белгісіз, 70 мың мен 100 мыңның арасында деген ақпараттар бар. Сол Талибанның құрамының 10 мыңға жуығы Пакистан әскерінің арнайы жасақтары құрайды деген де ақпарат бар. Яғни негізгі қалаларды басып алу, негізгі операцияларды, әскер операцияларды жүргізу дәл осы арнайы жасақтардың деңгейінде солардың арқасында жүзеге асқаны жайында.
оқтын ақпараттар шығып қалады. Осы ақпараттың өзіне қарап, Пакистан тікелей Талибанды қолдап отыр десек болады. Және Талибанның құрылуының өзінде де, оны өзіміз алдында айтып өткендей, тарихының өзінде де Талибанды ол Пакистан құрып берген. Сондықтан екеуінің арасында қарым-қатынас қазір өте жақсы деңгейде. Енді Пакистан толыққанды Ауғанстанды өзінің арнайы структураларын Талибанның құрамындағы азаматтар арқылы бақылауына алады деп айтсақ та болады. Бір жағынан, себебі қазірдің өзінде Кабулда болып жатқан оқиғаларға алып қарайықшы. Мысалы, Кабулдың полиция қызметкерлерін басым көпшілігін сол Пакистаннан келген Талибанның құрамындағы жасақтар құрайды. Яғни полицияларды солардың құрамынан қойып жатыр. Мұндай жаңағы тағайындаулар енді тек қана полиция күштік құрылымдарында ғана емес, ертең үкімет жасақталған кезде үкіметтің құрамында, тіпті үкіметтің қандай деңгейде болатыны әлі күнге дейін белгісіз. Және тағы да басқа көптеген қоғамның әртүрлі деңгейіндегі иерархияның барлық сатыларына Пакистан өзіне лоялды жаңағы Талибан арқылы азаматтарды қоюға тырысады. Яғни бір сөзбен айтқанда, ол Талибан билігіндегі Ауғанстан Пакистанға жаңағы де-факто бағынышты мемлекеттің бірі болады деп айтсақ қателеспейміз. Бұл бір. Енді Иранмен қарым-қатынасын алып қарайық. Біз білеміз, ол жаңағы Талибан билігінің негізгі діни идеологиясы, ол сүнниттік негізде жаңағы өмір сүретін мемлекет, сүнниттік негізде өмір сүретін қозғалыс болып табылады. Ал Иран ол шииттік мемлекет. Яғни дін тұрғысынан қарама-қайшылық болуы мүмкін, бірақ қазірдің өзінде Талибан Иранға кепілдік берді, Ауғанстандағы шииттерге ешқандай қысым көрсетілмейді деген негізде. Сондықтан екеуінің арасында осы діни бір консенсусқа келу мәселесі де шешіліп қойған. Осы діни консенсусқа келудің арқасында қазір Ауғанстанның құрамында болған, яғни бөгеттер қойылған бірнеше өзен ашылды. Сол арқылы Иранның аумағына су беріле бастады. Биыл Иранда өте жоғары деңгейдегі құрғақшылық болып, тіпті халықтық толқулар да болып жатқанын өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан Иранмен де бейресми келісімдер жасалып жатыр. Және шекаралық аймақтарда Иранға мысалы өтетін жерлерде КПП дейді ғой. КПП-ларда визаларды сол жерлерде тікелей жасап беру мәселесіне қарастырып жатыр Талибан. Яғни Иранмен де бейресми деңгейде келісімдер бар. Сондықтан қазірдің өзінде өзімен шекаралас мемлекеттермен Талибан келісімдер жасап жатыр. Және бір қызығы, бұрында бұлар тікелей қорқыту, үркіту арқылы жұмыс жасайтын болса, қазір көбінесе дипломатиялық деңгейде келісім жасауға тырысуда. Яғни имиджін өзгертіп жатыр. Лаңкестік ұйым дегенді олар ерлікті алып тастағысы келеді, және оның ойынына шынымен де мемлекетті басқара алатын жаңа бір Талибанның пайда болғанын әлемге көрсеткісі келеді. Тым болмағанда аймақтың мемлекеттеріне соны дәлелдеуді жаңа қарастырып отыр. Қазір енді Талибан билігі көптеген нәрсеге рұқсат беріп жатыр. Бұрын мысалы үшін әйел баласының жалғыз жүруіне мысалы рұқсат бермейтін еді, қазір жалғыз жүруге болады, оқуға болады деп біраз уәдені үйіп төгіп жатыр. Бірақ дегенмен енді ақпараттарға байланысты, ол ақпарат шынайы ма, әлде жалған ба, жаңағы бір музыкант атақты фольклорды талибандар өлтірген деген әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Жаңағы оларды мазақтап әнге салған адамды өлтірген деп әртүрлі жаңағы әңгімелер болып жатыр. Қаншалықты көп нәрсеге рұқсат беруі мүмкін Талибан? Енді олар билікке келді ғой. Өте жақсы сұрақ. Біріншіден, Талибан ол бұрынғы Талибан ба деген мәселе ғой. Яғни 96-2001 жылғы қатаң режимді ұстанған Талибан қазір бізге бір жұмсақ, жаңа бір көзқараспен келген сияқты көрінеді. Себебі жаңа өзіңіз атап өткенде әйелдерге оқу, әйелдерге жаңа көшеде жүру рұқсат етілді деген сынды, немесе жаңағы басқа да бір қыз балалардың оқуына рұқсат етеміз деген сияқты. Масс-медиада Талибанның имиджі сөзсіз бұрынғы Талибанға қарағанда жақсарған. Шын мәнінде жақсарған. Тіпті кеше алғаш рет мысалы жиын өткізді бұрынғы жаңа парламенттің сарайында. Бірақ ол жиында бұрынғы биліктің әлі күнге дейін туы тұр. Яғни стенадағы қабырғада ілініп тұрған туларды әлі алмаған. Бірақ өздерінде туын іліп қойған. Осы арқылы олар жаңағы бұрынғыны толыққанды туды енді кейін алып тастайтыны әрине
ол белгілі дүние. Бірақ сол арқылы да олар барлығын жоғалтпаймыз деген сияқты бір месседж бергісі келеді әлемге. Әсіресе бұл месседж ол жаңа таяу шығыс мемлекеттеріне, орталық Азияға, Қытайға, Ресейге арналған емес. Бұл месседж ол батыс мемлекеттеріне арналған. Еуропаға, Америка құрама штаттарына біз өзгердік, біз адам құқығын қолдаймыз. Иә, біз демократиялық мемлекет емеспіз, бірақ біз адам құқығын қолдаймыз және бұрынғыдай қысым көрсететін Талибан емеспіз деген. Бірақ мен бұл уәделеріне сенбеймін. Неге? Себебі Талибанның мәлімдемелері ол жаңа сайлау алдындағы парламент немесе президент сайлауының алдындағы уәделер сияқты. Яғни ол қағаз жүзінде бәрі керемет, бірақ іс жүзінде орындала ма деген мәселе. Немесе оны бір пасха жұмыртқасымен де теңеуге болатын шығар. Жұмыртқаның сыртын әдемілеп бояп тастауға болады, бірақ ішкі құрылысы ол дәл бұрынғыдай. Бірнеше мысалмен дәлелдейік. Біріншіден, кешегі өткен жиында барлығымыз байқағандай ту тұрды дедім, бірақ бір өкініштісі бірде-бір әйел азаматы жоқ. Ал бұрынғы парламентте, ауған билігі болған парламентте әйел азаматтары 27-30%-ды құраған. 30%-ға жуығы әйел депутаттар болған. Қазір олар жоқ. Бұл бір. Екіншіден, әйелдердің көшеде жүруіне, жұмыс істеуіне, оқуына рұқсат етті. Бірақ артынша 2 күн өткеннен кейін жаңа қаулы шығарды. Біз әйелдер мен келіншектерге, қыздарға жұмысқа шықпай тұруына, оқымауына әзірге кеңес береміз. Неге? Себебі біздің әскеріміз қоғамда әйелдермен бірлесе жұмыс істеуді әлі үйренбеген деген жаңа бір қаулын шығарды. Бұл дегеніміз не деген сөз? Бұл дегеніміз әйелдерді үйге қамап қояды дегенді майдалап жұмсартып айтқан түрі. Және үшіншіден, ресми түрде олар музыкалық аспаптарды, жаңағы музыка тыңдауға, әуен тыңдауға тыйым салып жатыр. Ресми түрде музыкалық аппараттардың көзін жою сияқты элементтері болып жатыр. Бұның барлығы да жаңа өздерінің айтқан сөздеріне жаңа қарама-қайшы болып келеді. Себебі олар демократиялық құндылықтарды толыққанды мойындамаса да, бірақ жұмсарттық дегеннің өзінде, қазірдің өзінде музыкалық аспаптарын жойып жатқан, оған тыйым салып жатқан Талибан 1-2 айдан кейін толыққанды Ауғанстанда орныққаннан кейін қандай әрекеттерге барады деуді ойлаудың өзі қиын. Және ең соңғы айтатын дүние ол тарихи жәдігерлерді жоюға қатысты. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, 96 жыл келген кезде бұлар әйгілі жаңағы Будда мүсіндерін жойды. Мыңдаған жыл тарихы бар Будда мүсіндерін жойып, бұл халықаралық деңгейде үлкен дау туындатқан. Қазір ондай мүсіндер, археологиялық жаңа қазбалар 20 жылға жуық соғыстан кейін әрине Ауғанстанда бір жоғары деңгейде сақталды деп айта алмаймыз, бірақ ескерткіштер бар. Әсіресе қазақ ұлтына арналған 4 ескерткіш соңғы 15 күннің ішінде жойылған. Яғни қазардың тұлғаларына арналған белгілі бір тарих жаңа хандарына, өздерінің билеріне, тағысын тағылар батырларына арналған деген сияқты ескерткіштерді қиратып тастаған фактілер, фото және видео дәлелдемелер бар. Сондықтан қазірдің өзінде осындай әрекеттер жасалуда. Масс-медиада Талибан керемет, бірақ шынайы тұрғыдан алып қараған кезде өкінішке орай осындай бір іс-әрекеттерді жасап жатыр. Сондықтан менің ойымша Талибанның айтқан сөзіне қарағанда оның жасаған ісі олардың шынайы бет-бейнесін ашып көрсетеді бізге. Жақсы, енді 96 жылы 2001 жыл аралығында Талибан көбінесе этникалық соғыстарымен есте қалды ғой. Бұл жол енді Талибанның құрамында бірнеше ұлт бар деп жатыр, бірақ дегенмен басымдық сол пуштундарға беріліп тұр ма? Әлде этникалық қазір ешқандай мәселе жоқ па? Этникалық мәселе бар. Сөзсіз енді бұрынғы Талибанға қарағанда құрамы сәл өзгерген, яғни оның құрамында тәжіктер де бар, өте аз ғана бөлігі. Тіпті бұрынғы Талибанның хас жауы болған қазақ ұлтының да аздаған бөлігі бар Талибанның құрамында. Олар енді көбінесе ұлттық негізге қарағанда діни тұрғыдан өтіп кеткен азаматтар деп айтсақ болады. Ал енді этникалық тұрғысынан қарағанда бұл жерде үлкен мәселе бар. Барлық верхушкада, яғни жоғары жақта отыратын азаматтардың барлығы олар пуштундар. Қазірдің өзінде солардан тағайындап жатыр. Ал жаңағы этникалық мәселені барын дәлелдейтін бір ғана дүние, ол бағанағы екінші сұрағымыз, Масуд не үшін қарсыласып жатыр деген. Ахмад Масудтың бір ғана талабы бар, біз инклюзивті үкімет құрайық дейді, яғни оған Ауғанстанда тұратын барлық ұлт өкілдерінің азаматтар кірсін. Мен сол кезде
қарсылықты қоямын және талибанмен бірлесе жұмыс жасауға дайынмын дейді. Оның ішінде пуштун да болсын, оның ішінде хазар да болсын, тәжік те болсын, өзбек те болсын, парсы да болсын, яғни Ауғанстанда тұратын қандай халық ұлт өкілдері бар, барлығы болсын, олардың барлығының үні үкіметтен, парламенттен естілсін дейді. Бірақ оған талибан оған ұсынысынан бас тартып әскери іс-қимылдарды жүргізіп жатқанына қарап, этникалық басымдық пуштундарға берілетінін байқап отырмыз. Және соңғы сұрағымыз, осы соңғы кездері әлеуметтік желіде көбейіп кетті. Сол Ауғанстанда тұратын біздің қандастарымыз енді әртүрлі жаңағы былайша айтқанда осы Қазақстанға арнап бізді алып кетулеріңізді сұраймыз деген сондай үндеулер көп болып жатыр. Жалпы бұл жағдайда не жасаған дұрыс біздің билікке? Біріншіден, енді әлемде тарыдай шашылған қазақтың саны 5 миллионға жуық қой. Ол әртүрлі енді жаңағы ешкімде еріккеннен кеткен жоқ. Ауғанстанға кеткен қазақтың саны, ол Ауғанстанда тұрып жатқан қазақ, ол енді мысалы қазір жақсы өмір іздеп кеткен Европаға кеткен қазақтан айырмашылық жер мен көктей, дұрыс па? Олар жерінен жаңа теперіш көріп, қысым көріп, жаңа геноцид көріп кеткен көптеген сондай қазақтың ұрпақтары. Қазір енді басқа жерге барған кезде әрине олардың сұрап жатқан, көмек сұрап жатқан, отанымызға қайтамыз деген мәселелерін біздің сыртқы істер министрлігі қарастыру керек деп ойлаймын. Өйткені ол жақта қазақтың саны бір соншалықты көп деп ойламаймын, бірақ сыртқы істер министрлігі беріп отырған 200 отбасы ғана бар деген мәліметке сенбеймін. Одан бірнеше есе көп деген өз басым солай деп ойлаймын. Өйткені бірнеше бұған дейінгі айтылған ақпараттарда тіпті 30 мыңға жуық қазақ болған деген мәселе айтылуда. Менің ойымша енді дәл ондай жоғары деңгейде 30 мыңға жуық қазақ болмаса да, бірақ 200 отбасыдан әлде қайда көп деп ойлаймын. Оларды көшіріп әкелу мәселесін қарастырған жөн. Неге? Себебі енді біз бұрынғыдай КСРО-ның құрамындағы бодан мемлекет емеспіз. Өз тізгінімізді өзіміздің қолымызға алған сәтте осы тәуелсіздіктің, жалпы суверенитеттің басты міндетіне ол өзінің жеріне, өзінің ұлтына жаңа бір қандай да бір деңгейде қамқорлық көрсету ғой. Сондықтан енді олар басқа мемлекетте тұрып жатса да, қаны қазақ болғандықтан елімізге қайтып оралғысы келсе, әрине қайтып оралу мәселесін қарастыру керек. Бірақ қайтып оралу мәселесін қарастырған кезде де жаңа діни көзқарасын, біздің мемлекеттің жаңа тұрақтылығына, радикализация мәселесіне, оның әсері, ұстанымы қалай әсер етеді деген мәселенің барлығын зерттеп барып, зерделеп барып, қарастырылып барып, дұрыс болатын болса, неге әкелмеске. Сондықтан бұл мәселелерді өзім оң деп қабылдаймын. Егер де олар елімізге келгісі келсе, нағыз қазақ болатын болса, діни ұстанымы біздің конституцияда көрсеткен мәселелерге, біздің қоғамда өмір сүруге ыңғайлы болатын болса, неге әкелмеске. Бірақ тек қана қазақ ұлтын әкелуге қатысты дұрыс деп ойлаймын. Басқа ұлт өкілдерін, енді жаңағы басқа ұлт өкілдері қазақ болып жазылып келеміз десе, оған өз басым іштен қарсымын. Жақсы, түсінікті. Жалпы бұл басы алда түрлі сайлаулар өтеді. Ол енді талибанның басында тек бір адам емес, бірнеше адам басшы. Олардың арасында қарым-қатынас қалай болады? Жалпы алдағы күзде біраз қызу саяси ойындар болатын сөзсіз. Тағы да жолығатын боламыз. Әңгімеңізге көп-көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы, сау болыңыздар.